Салам алейкум, сайгылы серджилер. Бу UATV бүгін апрельнің 21 Джума күні. Украинадаки арби муасебенің кечірілмесі башқа түрлі олажақ. Украинада арби мечбүриеті олғанларының екене девлет қайда қандаки қанун амелге кечірілді. Весиқа қайдың тешкілетілмесі ве алы барылмасының әсас үнделеріні белгілей. Шу жүмледен екене малюмат базасының тешкілетілмесі де назарда тұтыла. Кеғыт варақаларындан ғайры электрон вариантында олмасыны тұшынелер. Базаны арби комиссарлықларының хадимлері толдырajақ. Малюматларны Украина селялы құветлерінің баш табы талил әтежек. Хатырлатам, арби мечбүриеті олғанларының екене девлет қайда қындаки қанунның юқары рада март айында қабыл етті. Хавсызлық шурасы Украинаға Русия журналистлері бірлігінің кәтібіне кірішіні ясақлады. Ашот жазаянға мемлекет кіріші 3 елға ясақ етілді. Бұ қарар Украина милли хавсызлығыны тәмин етмек мақсадынен алынды. Денеле қарар метнінде. Евел Русия журналистлері бірлігі Украина топрақ бүтінлігі ве мұстақылігіне қаст әтуф чағырувларындан ибарет бейанамені ашкар етті. Шу жүмледен бірлік кәтібетінің имзасы алтында Русиялелер Қырым ишғаленің қанунилігіні қайд еткен еді. Шимали Осетияда юз берген yol қазасында әки Украин балачығы әлі қолды. Бұ малюматны Украина тыш ишлер назерлігі таздықлай. Яқынлары чағына етмеген айдавже машинаны идаре етіп оламады ве юк машинасына урылды. Қаза нәтижесінде yolcular аға қардаш қаза ерінде вефат етті. Ағыр яраланған айдавже шымды хастаханедедір. Олған малюматқа көре Украин балалары Шимали Осетияға сой сопларына мұсафірлікке келген еді. Украина Гаагадaki невбеттеки махкеме топлашывына азырлық көре. БМТ халқара махкемесінде Киев темсілжелерінің 3 аптадан сон беклейлер. Бұ ақта Украина президенті Петро Порошенко еле күрішіві вақтында тыш ішлер назирінің муавины Елена Зеркаль білдірді. Махкеме кетешатының невбеттеки басамағына азырлықлары қында икее етті. Оз невбетінде Петро Порошенко БМТ махкемесінің қарарындаки бір мұйым ноқтаны қайдетті. Махкеме Русияны Минск кетешатында арайжедегіл тараф оларақ іштірак етмеге чағара екен. Международный суд ООН закликав Росію. БМТ халқара махкемесі Русияны Минск анлашмаларының амелге кешірілмесіне чағырды. Яни Русия озыны көстергені кеби арайжедегілді. Минск анлашмаларының тарафы ола. Бұ дикат сияси қимет кесувды гилдер. İlk sefer yanırgan юридик kıymettir. O bizim için gayet muhimdir. İş bu karar amelge keçirilmese, onu görmezlikке ormağa tırışkan angi memleketke tesiri menfi olacak cezalarının alınması nazarda tutula. Суд підтримав Україну. Mahkeme Ukraynaga qol tuttu. Bu pek muhim çünkü bu iş BMT Xavfsızlık Şurası'nın daimi azalarından birine ait. Mayıs'ın 12'sinde Kenya Gaaga'da toplaşacakmız ve mahkeme prezidenti növbetteki kararlarını çıkaracak. Yani işinin nasıl etip ilerileceği tafsilatlı delillerden ibaret olan esas memorandumның hazırlığına verilecek müddet gibi meseleleri bakılacak. Енді ато зонасы қында штабта сынырлав йолағы бойы кергінлік қайдетілі. Русия ешғал жордулары бір әлі кере Украин имайеджелерінің мевзімлеріне атеш açқан еді. Ясақланған селяны женкеверлер жебенің бір йолағында қоланды. Ялы янындаки сыныр хафлыдыр. Әсас ұжымлер Донецк юнелешіне тұшты. Телевсіз де олмады. Авдеевкада әки Украин арбие әлі қолды. Секазы яраланды. Огнем танків, мінометів калібру 120. Танк. Юз егерімі ве 82 калибрлы мина атыжы. Чешет тертибатлы грана атыжы. Вебою калибрлы пулеметлардан душман Авдеевканың жесур имейджілеріне ұжым етті. Бутовка очағы янында танк, мина атыжы. Грана атыжы вебою калибрлы пулеметларны ишлеттілер. Верхнетроицкая ве Луганская янындаки мевземлерге душман 82 мина атыжы.
БМП бою калибрлы пулеметлардан атеш ачты. Каменка, Зайцева, Випески янында ерлешкен ордуларымызға танкларға қаршы гранатыжы бою калибрлы пулеметлардан уджум етілді. Майорская ве Новгородская районларында гранатыжы, Троицкая де пулемет вехафивселяны куландылар. Украина Русияның ава шеркетіне қаршы давана ачты. Киевде чалышқан Қырым прокуратурасы 300 000 евро мехдарындаки жазаны бермеге талап еті. Эсап ешғал етілген ярымыдағы әр күнлік аэронавигацион қызметлері үшін оденілмеген екен. Даванын анги шеркетте қаршы ачылғаны білгесіздір. Украин консулыны чағырмақ. Авропа дипломатларыны махкемеге давет етмек ве зарури тибби бақывны кечірмек. Украин уқуқ құройжылары ве фаалері халқара жематчылықны Руслан Зейтулаевге қол тұтмаға чағыра. Бұ Хизбут Тахрир іші бойынша тұтылған Қырым татарыдыр. Апрелінің дортунде о Ростов-на-Доны сезосында ачылықны илян етті. Шу сырада Зейтулаев оны Украинаға йоламаға ве ярымадада айрымларны тоқтатмаға талап еті. Айны вақытта әділетшілер тек Зейтулаевның сақлығындан дегілді, оның наразылығына ешбір жауап олмағанындан қасевет чеке. Бұның еле тұтылған қырымлыларының сайысы әп артқанындан чорлана. Зейтулаевның террористик тәшкілиятының башы оларақ махкеме етелер. Она 20 елік апис жазасы беріле. Біле, бұның еле Қырым мұсылманларының сақты іші бойынша да 19 инсан кече. Шу вақытта ичтимаи ағларда сияси мабюске дестек акциясы башланды. Ресам сиясетчі ве журналистлер махсус фотосуретлерінден Русланның адыны язғандар. Хизбут Тахрир іші бойынша кечкен Энвер Мамутовға Руслан Зейтулаевге кебі қабаат берілді. Русияда кемиетні зорбалықнен запт етмек ве, ана яса қорымыны деніштірмек интолувында қабатлана. Былтыр майыс айында Русия қанун құройжылары Қырым мұсылманларының евлерінде тынтувлеріні кечірді. Нетижеде дорт бақчы сарайлы тұтып алынды. Оларны Хизбут Тахрир тәшкелиятында иштирак еткенлерінде қабатлайлар. Русия юқары махкемесі бұл тәшкелиятны экибін уч сенесі ясақ етті. Ғарп ве шарқ бірлеші Луганск вилаятыне Трухановская сеч деген бірлік трені келіп чықты. 80 инсандан зияды мемлекетнің чешіт көшелерінден келген иджади, зенат студентлері ве гонуллилер Донбасс яшларына қол тұтмақ үшін Лисичанск тарафына yol алды. Лисичанск пероны рықмарық адамларға толы. Донбасс бірлік тренini қаршылай. Украинаны доланып келді. Бұл енді 7-ші трендер. Біз 3-ші ве 5-ші сеферлерде иштирак еткенедік. Біз енді чоқтан берлі иштирак еткенлерден оламыз. Бүгін Луганск вилаятының Лисичанск шерінде қаршылаймыз. Сынарлав йоллағы пек яқын. Менімже Украинаны бірлештірген трен бізге пек керектір. Луганск топрағына хош келдіңіз, отмек ве туз үшін сағылыңыз. 80 инсандан зияде Учалар театр университетінің студентлері ве гунулелер шақси тәжірибесінен пайлашмаға ве Донбассқа илхам бағышламаға істей. Оларға дәстігімізні олармен бірлікте ұлғанымызны көстермек ниетіндеміз. Барышықның тез жетікленмесіні Украинаның бірлешівіні арзу етеміз. Инсанлар олардан башымызны чевермегенімізні анламақ керектір. Мұнда зинатымыз бойынша келдік. Ос Али оқуф юртымызны темсил етмек үшін. Университетіміздегі оқуф юнілішлерінен тыныштырмақ үшін келдік. Сайлаф үгінде тұрған бекележекні құрачақ яшларға ярдым етмеге істейміз. Бүгін біз өз программамызны көстережекміз. Бұл белі эсерлерінің қысымлары, ер ве уюнлар. Иджади программаны көрмеге істегенлерінің сайысы ғайет бұйық. Лисичанск колледжінің ралелері башында учер адамы тұрам.
Пек бегендім. Әршей самимиве музбет муйте кечті. Санки театрге барып келдім. Мында көргенім. Бу те суратлар. Мен де режиссураға кірмеге істейм. Лисичанскта бу уникаль трен ақшамғаджи турачақ. Апрелін 22-сінде оны Покровская сәкенлері беклей. 24-інде Бахмутқа бармалы. Маргарита Статюк, UATV. Евровидение эсса санасының құрыжылығы сонына еткен. Инша өлчісі аман-аман 750 карай метрінің, чекісі 30 тоннаны тәшкіл еті. Санали хасына зырлаған алман дизайнерлері, оны Авропа мерkezінде ерлешкен Украинаның темсәле оларақ түгерек шекленде әтті. Шоу режиссерлары ұшық яйдырған экранларының прожектор ве идариалетлерінің истималсыз чалышы жағыны вады әті. Ер ярышы майысының едісін Киевде ачылacak. Украинада кечерележек Евровидение ярышына 120 инсан кележек. Деп білдіре іч ішлер назираның муавины Вадим Троян. Оның сізлеріне көре Донбастаки Русия истелясы ве Русия Федерациясы еле визалы режимнің олмамасы душман диверсияларына йол бере біле. Шынын үшін хавсызлық системасына ве Украина сынырларының қорывыны арттырмақ керек. Девлет сыныр хізметінің Интерпол малюмат базасына қошылы диверсантларны тапмаға ярдым етежектір. Ән яқшы стартапны сайламақ. Украинаға ilk сефер Американың белі алыбарыжысы ве хусуси эффектлер устасы Джейми Хайнеман келді. О Вернадский челлендж мойынди стартаплары ярышының жюри тәркібіне кіре ве ярын ярыш акимлетлеріне ән яқшы ішленмені сайламаға ярдым етежектір. Ярыш финалы Днепр шәрінде кечірілежек. $75,000 грантны 10 тақым қазанмаға тырышадяқ. Авропа чемпионатының бірінші күні дзюдо бойынша Украин спортшылары бірден әке алтын медальны қазанды. Ве дүния чемпионы Георгий Зантараяның алтыны бекленілген олса, 16 яшында Киевлі Дарья Белодидның мұваққаятлі тәсәдүфи сюрприз олған. 48 килоға қадар категориясында Украин мектеп талебесі финал басамағында Руселі Ирина Долговаяны янды. Бұндан сон қошма вақтының 16-й санесінде рақыбыне чалтаяқ қойып ғалибе қазанды. Полонияда кечірілген ярышының бірінші күнінден сон Украин еетінің эсабатында әке алтын пейда олды. Ве біз Авропа чемпионатында әменлікнен бірінші ярны тұтамыз. Бұдақы қада біз сізлерінен сақылықлашамызда дачо хаберлеріні Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV-лі қалыңыз, сақылықнен қалыңыз. Көрішкенде.